Жиі қатынасқа түсе берсем ұрығым бітіп қалады ма дейді. Өте қызық сұрақ. Негізінен жыныстық қатынасқа жиі түскеннен адам баласының ұрығы бітіп қалады деген енді қалай айтса болады, миға сыймайтын нәрсе. Өйткені адамның, ер баланың ұрығы возбуждение кезінде, қозу барысында ол өндіріп дайындап қояды. Еркектің енінің қосалқысы придатка сол үшін. Сол жерде біздің ер балалардың ұрығы сатылып тұрады. Осы арқылы сыртқа шығады. Процесс барысында жұмыртқадағы әртүрлі қозғалыс немелерге өндірістің сперматоидқа айналудың өзінде біраз етірін өтіп отырды. Сперматогенез процестерін өтіп болғаннан кейін сперматоидтың пісіп жетілуіне алып келеді. Оның барлығы бітпейді. Просто жиі жыныстық қатынасқа түскен сайын еркектің ұрығының сапасы төмендейді. Өйткені бастапқы кезде ұрықтың несі қоюлығы, қозғалысы, көлемі көптеу болса, екінші, үшінші жыныстық қатынасқа түскен кезде ол көлем азаюы мүмкін, сапасы төмендеуі мүмкін. Соған байланысты біз дәрігер урологтар спермограмма анализін тапсыруға келетін кезде айтамыз да 3 тәулік, 5 тәулік негізінен жыныстық жақындасу болмасын. Өйткені еттің ұрықтың қайта қалпына келу, өзінің нәріне келуіне кем дегенде 72 сағат керек. Осы кезде еркектің бойындағы ұрықтың сапасы қайта қалпына келіп алады. Парилкаға түспей, баняға түспей деп атамыз ғой. Не үшін? Өйткені бұл ыстық температурадан кесірінен де кейбір балалардың ұрығының сапасы төмен көрсетеді. Ол ложный дейміз ғой, жалған ақпарат болуы мүмкін. Сол жағдай болдырмау үшін анализге баратын кезде арнайы дайындық керек. Ал енді мынау бүгінгі тақырыптың негізгі ұрық бітіп қала ма деген сұрақ, ол ешқашанда ұрық өзінің өндіріп тұратын болса, гормоны қалыпты жұмыс істеп тұратын болса, ұрық бітпейді. Егер сіздің ұрық жолдарыңызға инфекция түсіп кетіп, болмаса бітеліп қалып, ұрық каналдарыңызда травма болып, операциядан кейін шықпай қалатын болса, ол бөлек әңгіме. Ал енді қалыпты денсаулық еркектің ұрығы постоянно шығады. Аман, сау болыңыздар. Бүгінгі видеомыз үшін пайдалы болса, осы проблемамен жүрген жігіттерге таратып жіберіңіздер. Аманда жүзейік.